Бұл Американың атақты драматургы Теннесси Уильямстың 1944 жылы жазылған «Шыны хайуанат» пьесасының қазақ театрында алғаш рет сахналануы. Спектакльде қарапайымда арманшыл отбасы Уинфилдтер өмірі Томның еске алу арқылы көрсетіледі. Тіршілігімен арман үйлеспеген әйел Аманда ұлы мен қызы өмірден өз орнын тапса деп жанталасады. Бірақ оларды түсінуге құлқы жоқ. Томның арманы еркіндікке кету, ал өмірмен бетпе-бет келуден қаймығатын Лаура өзін шыны хайуанат әлемінде ғана еркін сезінеді. Алдамшы арман, жанжал қызығы мұңға батыратын қойылымда уақыттың жинақ белгілері де танылады.